Сахна, камера, ән бәрін тоқтаттым. Төреғали Төрәлі тосын мәлімдеме жасады. Әнші Төреғали Төрәлі тосын мәлімдеме жасады. Бұл туралы Алаш.кз порталы хабарлайды. Болды, мен бәрін тоқтаттым. Сахна, камера, ән, жарық. Келесі қадам үнсіз, деп жазды Төреғали Төрәлі. Құрметті көрермендер, Төреғали Төрәлінің бұл мәлімдемесі жай ғана қоштасу емес, терең оймен ішкі күрестің белгісі секілді. Сахна дейді, камера дейді, ән, жарық, келесі қадам үнсіздік деген жолдардан үлкен толғаныс, жан тыныштығын іздеу байқалады. Өнер адамы үшін үнсіздік, әлсіздік деп санамаймын. Бұл қайта күш жинау үшін рухани жаңару кезеңі болуы мүмкін. Халықтың ықыласына бөленген, ұлттық рухты насихаттаған Төреғали сынды талант иесінің қандай шешім қабылдаса да, соған түсіністікпен қараған жөн шығар. Төреғали бауырымызға шығармашылықта да, өмірде де тыныштық, жанның рахатын және денсаулығын зор болғанын тілейміз. Қашан дайын болсаңыз, сахна сізді әрқашан күтіп тұрады деп ойлаймын. Өнер жолы бір сәт үнсіз қалғанмен, жүректен ешқашан өшпейді.